Кенже балалар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын экранға көңіл аударайық. Üzümді de görmeysin. Bu akmaran. Mine mınау шылым үшін, қымыз үшін, елтір үшін Koydayım жібер дейін. Жүрін қаққан ба? Елтірін әлді қашан қайырған. Саған не болды, Сұлтан? Bir yapırağından barma bir. Tengirtingden her tatqam жоқ. Алдыңғы бейне көріністі көріп болсақ, біз басты кейіпкер қожаға тура және жанама мінездер берсек, тура мінезі бала бойындағы туа біткен қасиеттерді тура мінездер дейміз. Ақ көңіл, мейірімді, алғыр, бір беткей мінездер бұл қожаның тура мінездері. Жанама мінез дегеніміз баланың бойындағы сыртқы фактордың әсерінен туындаған мінездерді біз жанама мінездер дейміз. Сұлтанның әсерінен сотқарлық, жандастың әсерінен тәртіпсіздік көрсетті. Қаратайды ұнатпағандықтан әдепсіз мінездер көрсетті. Бұл қожаның жанама мінездері. Балалар, бұл бейне көріністі көріп отырып, біз бүгінгі сабаққа қандай қатысы бар деп ойлаймыз. Кейіпкерді тура және жанама мінезге жіктедік. Алдыңғы сабақтарда біз Бауыржан Момышұлының Ұшқан я повесін өтудеміз. Бүгінгі сабағымызға қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Әлде мақсатында ма? Иә балалар, бүгінгі біздің сабағымыз Бауыржан Момышұлының Ұшқан я повесіндегі кейіпкерлер әлемі. Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінезге жіктеу. Оқушылар, берілген аудио мәтінді мұқият тыңдаймыз. Осы аудио мәтін бойынша сіздерге тапсырма беріледі. Мен дүниені көшіріп жіберердей ентелеп келіп, әжемнің иығынан сілкіле бердім. Әже, тоқташы, не үйренгенімді айтып берейінші? Құлыным-ау, сабыр етші, мен жүнімді сабап болайын, сонан соң асықпай тыңдаймын ғой, деді әжем еркелетіп. Енді менің екпінім бәсеңдеп, әжемнің қасына отыра кеттім де, жүн шашып ойнай бастадым. Кіші әпкем түйдекті жұлып алып итеріп жіберді. Қатты заланып, мен оны маймылсың деп келемеш дедім. Әпкем өкпелеп, жағымнан тартып жіберді. Неге маймылсың, дейсің? Өйткені сен маймыл мешін жыл туғансың. Ал онда сен доңызсың, өйткені сен доңыз жылы туғансың деп, әпкем маған тілін шығарып келеке етті. Мен шыдап тұрайын ба, ызаға булығып, әпкеммен жұлқыса кеттім. Әжем мейірлене күліп, екеумізді арашалап жүр. Балалар, аудио мәтінді мұқият тыңдап болсақ, келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Мінездер жәрмеңкесін пайдаланып отырып, бала Бауыржанға тура мінездер, әпкесіне жанама мінездер береміз. Мінездер жәрмеңкесіне бала Бауыржанның тура мінездері, әпкесінің жанама мінездер берілген, және соған қосымша басқа да мінездер аралас беріліп отыр. Тура мінезі және жанама мінездер теріп жазыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен салыстырайық. Бала Бауыржанның бойындағы тура мінездер алғыр, ерке, шыдамсыздық. Алғырлығы баланың жыл қайыруда әкесін тез жаттап алғандығы, еркелігі әжесінен келіп бөліскісі келгендігі. Ал бала Бауыржанның әсерінен әпкесіне туындаған жанама мінездер шәпшәң, өкпешіл, ашуланшақ. Шәпшәңдігі қолындағы бала Бауыржанның қолындағы жүнді жұлып алуы, ашулануы, шапалақпен жағынан тартып жүргендігі бұл жанама мінездер туындауынан. Келесі тапсырманы орындамас бұрын бейне көрініске назар аударайық. Қасым Қайсенов ес деген көкесінен зәре құты қалмайтынын жазса, Бауыржан Момышұлы да Момынқұл көкесінің алдында тік тұратын болған. Шығармада сол Момынқұл көкесі ашу үстінде қыз тумаз әжесіне «Қой шапа» деп дауыс көтерген үшін жазаға ілігеді. Сол түні қорада түнейді, ертесіне әкесі жақсылап сөгіп салып басқа бір ауылға бір аптаға аттандырып жібереді. Үлкенге киімек тұрмақ, алдынан кесе көлденең өтпейтін ұлттық тәрбиені автор әдемі осылай иіріп береді. Оқиғаны
былай түйіндейді. Сол екі ортада әжем енді Момынқұлын сағына бастады. Әй, әлгі тентек неме қашан келеді деп қайта-қайта сұрай бергені ғой жарықтық дейді. Сол Момынқұл көкесі бірде шу асаудың арының басып бас білдіреді. Бірақ додаға түсіп тентектігін тыймай қойғанда Серкебай дейтін бұзық нағашысының тәрбиесіне салып жіптіктей ететін жері өз алдына жеке хикая. Бейне көрініспен оқулықта берілген мәтіннің көмегімен келесі тапсырманы орындаймыз. Мамытқұл мен әжесінің тура және жанама мінездерін жіктейміз. Тура мінездерді шеңбердің ортасына орналастырсақ, жанама мінездерді сыртқы шеңбердің сыртына жазамыз. Өйткені жанама мінездер сыртқы фактордың әсерінен туындайды. Дұрыс жауапқа назар аударайық. Момытқұлдың бойында ақыл, тура мінездер ақылды, ерке, жуас. Әжесінің бойындағы мейірімді, қайырымды, тік мінездер тура мінездері. Ал жанама мінездер қорқақтық, бірбеткей, ашуланшақ. Ал әжесінде өкпешіл, қаталдық, адуынды мінездер көрсетілген. Я балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеткендей болдық. Кейіпкерлердің бойындағы тура мінезі мен жанама мінездерді жіктей алдық. Балалар, үйге тапсырма. Ұшқан повесіндегі кейіпкерлерге бук трейлер құрастырыңыздар. Маған SMS арқылы, немесе электронды пошта арқылы жіберулеріңізге болады. Осымен сабағымыз өз мәресіне жетті. Рахмет, сау болыңыздар.